Баршаңызға сәлем, қайырлы күн. Сіздермен бүгін каналымда осындай керемет духовка деп пісетін тауық еттері мен картошка жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Өте керемет піседі, жұп-жұмсақ. Тауық та, картоп та піспей қалмайды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келіп қалса да кешкі асқа жасауға болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, видеоны толықтай көрулеріңіз сұралады. Ең алдымен бізге керек өнімдер тауықтар. Менде 2 бұт тауықтың сан еті. Соны осылай бөліктерге бөліп, дәміне қарай тұз және қара бұрыш септім. Одан кейінгі кезек біздер сұйық майымызды ас қасықтың көлемімен 3 ас қасық сұйық май құямыз. Одан кейін 2 ас қасық майонез және мен 2 ас қасық чили кетчупын алдым. Сол кетчупты алып жасауға кеңес беремін. Және соевый соустан 2 ас қасық және 2-3 түйір сарымсақты осылай үкіштен өткізіп алдым. Барлығын енді қолдарыңызбен толықтай тауықтың еттеріне сіңгенше осылай араластырып қоятын боламыз. Маринадтауға жарты сағат көлемінде тұрса да болады. Осылай дайын болған еттеріміздің етін жауып қойып қоямыз. Енді етіміз маринадталып жатқанда осылай көкөністерімізді әдемілеп турап алатын боламыз. Сіздер қалауларыңызша өздеріңіз ұнаған көкөністеріңізді қоссаңыздар болады. Сәбіз, баклажан деген сияқты мен картоп жақсы көремін, сондықтан тек қана картоп салдым. Қалауларыңызша әдемілеуіңізге болады. Мінекей дайын болған картоптарымызды духовкаға арналған осындай ыдыстарымызға салып алдым. Және дәміне қарай тұз, бұрыш және ас қасықтың көлемімен 3 қасықтай сұйық май құйып араластырып алдым. Одан кейін жарты сағат тұрып маринадталған тауықтарымызды алып, осы картопымыздың бетіне салып және картоппен бірге толықтай біздің соустарымыз бір-біріне сіңу үшін араластырып алатын боламыз. Осы араластырып алып 190 градус температурада 1 сағат 10 минуттың көлемінде осылай пісіріп алатын боламыз. Мінекей қыздар, біздің тауықтарымыз өте балғын, өте жұмсақ, өте дәмді дайын болды. Осындай әдемі тарелкаларымызға салып, столға беруге әзірлейтін боламыз. Өте керемет қыздар, дәмі деген вообще білмеймін, енді күшті. Жасап көріңіз міндетті түрде. Кеңес беремін, менің жолдасыма өте қатты ұнады. Мені көріп тұрғандарыңыздай ешқандай қаны жоқ, толықтай тауығы да, толықтай картопы да пісті. Сондықтан жанұяларыңызбен кешкі асты осылай әдемі жасауға кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер.